Сау сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге осындай бір әдемі құрақтың өте оңай түрін құрап көрсеткелі отырмын. Бұл өзі әрі тез жылдам құралады, әрі көзге өте анық, алабажақ болмай бір керемет әдемі болып көрініп тұрады. Мен бұл жерде мына 12 сантиметрден жан-жағын 4 бұрыштап қызылдарын, көктерін солай 12 сантиметрден құрап алдым. Мынандай шетіне келетұғын жасыл көкпенен сарыны 13 сантиметрден құрап, ортадарынан тігіп бөліп алдым. Міне біз осылай мына көрпеше қылу үшін шетін айландырып жасылменен, болмағанда ақпенен болса дағы осының шет-шеттерін айландырып шықсақ, бұл өте әдемі көрінеді. Міне осылай салып даярлап аласыздар дағы, бір-біріне қосып құрайсыздар. Сосын мына жақ шеті міне сары екінші қайта, мына жағына былай сарыдан шаршы келіп отырады. Міне бірінен кейін бірі осы сарыдан сары шаршыны тігіп алғаннан кейін біз қайтадан жалғастырып мына көгімізді келтіреміз. Сонда 3 шаршы өте әдемі үлкен 2 метрлік әдемі көрпеше болып келеді. Мынандай шетіне мына қолтырмаш деп айтады, мынандай шеттеріне жасылменен. Бірақ болмысты бірыңғай жасылменен тігіп отырсаңыздар өте айқын, анық көрініп тұрады. Көзді жамыратпай, некен белгісіз болып тұрады. Кейбір көрпешелер ондай болмай, мына өте анық айқын көрініп тұратын сәнді көрпе болып шығады. Енді жастық қылып тіксеңіздердегі осылай шаршы қылып ап, оның үстіне әдемі болып көрінеді. Бұл жерде бір ерекшелігі, міне бірінен кейін былай бірі жалғасып, міне көкпенен сары осылай келіп отыратын. Сары менен көктің ортадарына мынандай күлгінен келтірдім. Бұна бір өзінше бір ерекше құрақ түрі. Осындай құрақ сіздерге ұнаса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Мен қазір бұны осыны құрап салып алдым. Енді қазір барлығын құрап шығам. Содан сіздерге тағы да қандай көрпе болып шыққанын көрсетемін.